Күн яхшы болсын, аяулы Ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында балалар бөлігіне бағыслаған рубрикамызда Ноғай тілде хабарласуымызды басылаймыз. Бүгін бізде bizim белгілі Құрманалиев атлы Құмбатар ауыл орта мектебінің 4 класс оқушысы Алтынай Култаева. Біз сосы қызын ақында көп егізатлар естеміз, интернет бетлерінде де көреміз, газетада да оқыдық. Бүгін мен оны bizim Ноғай радиосына қонаққа шақырдым. Алтынай, мен сені бүгін хош көріп аламын bizim Ноғай радиомызда. Ойлайын, сен бүгін бізге тізіп бәр заттың ақында айтарсың деп. Бас деп өзіңнің әйеліңнің ақында айт бізге, хабарла радио тыңлаушыларға. Саға сөз береміз. Хош көріп аламыз. Амансыз ба? Мен Култаева Алтынай, Русланбек қызы. Менің әйелімде 7 адам бар. Атам, тетем, папам, мамам, 2 бебем, Алия Раушана. Юма-күн менің тетім юмашай үшіртеді. Менің тетім ертең қатламадым, яда епатақтың иісін шығарады. Соң сап-сары етіп ноғашай асады. Тетімнің азықлары әзір болғанда мен юғырып, авылдас тетелерімді шайға шақырамын. Соң шайды іші болғаннан соң менің атам дуа етіп қайтарады. Юмашайды ішіртіп болғаннан соң менің атам юма намазын қылмаға межгітке енді ыспай топтайын киіп кетеді. Папам полицейский болып ішлейді. Мамам детский сад қарлығашларда ішлейді. Алия бебем 1 класты бітірді. Равшана бебем 2 ясында. Машалла. Қайды әру иманлы, тыпақ татым әйелің бар екен сенің. Сонан Ноғайда сөз барша ұясында не көрсе, ұшқанда соны етерден. Мен сенемісі, сондай әру әйелді өскенсің, сен бәрі мұратларыңа да етерсің деп. Бүгін бізге енді мектеп ақында, оқытушың ақында, өзіңе бірге оқитан теңлерің ақында да хабарлап кетпей болсын, Алтынай. Мен Құмбатар ауылының орта мектебінің 4 класын құтарып 5 классқа көштім. Менің мектебім яңғы ыспайы, мектепте бізге түрлі қашылар береді. Bizim класста 22 балалар бар. Мен мектепте орыс, Ноғай тілін бек сүйемін. Мектепте түрлі шараларында қатнасып, 1, 2, 3 дипломларға тиісті болдым. Менің оқытушым